Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айданка Серікбаева, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен француз халқының тамағын дайындайтын боламыз, яғни мясо по-французски деп аталып кеткен тағамды жасаймыз. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, егер ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала турап тазартып алған картобымызды қара бұрышпен және тұзбен дәмін келтіретін боламыз. Одан кейін дәл осылай етімізді де тұзбен және қара бұрышпен дәмін келтіріп аламыз. Алдын ала ұсақтап туралып қойған пиязымызды осылай қолмен жақсылап мыжып дайындап қоямыз. Ең алдымен духовкаға салатын ыдысымызды күнбағыс майын құйып, жақсылап майлап аламыз. Одан кейін дайын картобымызды рет-ретімен осылай бірінші бөлікке салып шығамыз. Оның үстіне осылай жұқалап майонез сеуіп шығамыз. Одан кейін тартылған етімізді осылай қолмен жақсылап жайып, реттеп салып шығамыз. Еттің үстіне пиязымызды сеуіп шығамыз. Негізі пиязды осы етпен екеуін бірге араластырып салсаңыздар да болады. Мен бөлек саламын деп шештім. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай саласыздар. Әрқайсысын салып болғаннан кейін осылай майонезбен аздап сеуіп шығамыз. Дәмі кіріп, әдемі болуы үшін. Пиязды салып болғаннан кейін тағы да үстіне бір қабат етіп картоп салып шығамыз. Рет-ретімен салу керек. Картопты салып болғаннан кейін оның үстіне қызанақ саламыз. Менде қызанақ тоңазытқышта, яғни сақталған қызанақ. Егер сіздерде свежий қызанақ болатын болса, соны салсаңыздар да болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Бір келкі етіп помидорды салып, үстіне майонез жағып болған соң, осылай пергамент қағазымен жақсылап бетін жауамыз. Пергамент қағазымызды жақсылап шет-шетін осылай басып жауып болған соң, қызып тұрған духовкада 180 градуста 40 минут пісіреміз. Міне біздің тағамымыз дайын болды, 40 минут өтті. Енді ашып көреміз. Одан кейін осының үстіне жаңағы үккіштен өткізілген сырымызды салып, тағы да 10 минуттай духовкаға саламыз. Бұл тағам әсіресе сырды қатты жақсы көретіндер үшін таптырмас тағам деп айтар едім. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Қонақтарға осылай ас көкпен әсемдеп берсеңіздер, өте дәмді болары анық. Қош сау болыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.